Мен сіздерге қазір Pinduoduo сайтынан товардың жаңағыдай весін білуді көрсетемін, және продавецпен қалай сөйлесу керек екенін тоже көрсетіп өтетін боламын. Мысалы, мен мына осы куртканы алатын болдым. Ол үшін бізге жаңағыдай фото, отзыв деген бәрін қарап шығасыздар. Қарап шыққан соң осылай бүйтіп астына түсе берсеңіздер, ақырындап өстіп астына түсе берсеңіздер, киімнің размері, жаңағыдай материалы, салмағы деген жазылып тұрады. Осындай жерлерде міне примерно жазылып тұрады, кейбір нелерде. Осындай жерлерде міне жазылу болып тұрады. Мына жерде киімнің размері, міне размерін былай қарап, міне көрсетілген қалай таңдау керек екенін бәрі. Жаңағыдай матаның түсі деген сияқты, қалай болады деген сияқты, соның бәрін осы жерден көрсеңіздер болады. Кейбір товарда весі жазылып тұрады, кейбір аяқ киім болсын, сумка болсын, вестер жазылып тұрады примерно, ал кейбіреулерінде жоқ болады. Ол үшін біз мына жерде мынандай значок болады. Сол значокты басып продавецпен сөйлесеміз. Ол үшін бізге мына продавецпен мен уже сөйлескенмін. Ол үшін мен Google переводчигімді қосып, осылай здравствуйте деп сұраймыз. Сосын осы жерден переводчиктан вес товара сколько будет деп сұрақ қоямыз. Кейбір кезде робот жауап береді, кейбір кезде продавецтердің өздері жауап беретін болады. Сіз оны аласыз да, жауап берген кезде скриншот жасап, жаңағыдай обязательно Google переводчикке салып тексеріп шығасыз. Осылай тексереміз. Привет дейді, каков вес товара деп жаздым мен. Ол кісі маған уже ответ берді. 202 грамм дейді. Ол 202 грамм дегеніміз бізде түсініп отырсыздар қанша екенін. 220 грамм, то есть 220 грамм. Тағы да переводчикке салдым. Примерно 300 килограммда шығады мына киім. Примерно 500 деп алсаңыз да болады, грубо говоря. Осылай білесіздер продавецпен сөйлесуді. Енді ары қарай. Енді аяқ киімнің весін білеміз. Давайте осы аяқ киімді көреміз. Мына аяқ киімді көретін болдық. Осы аяқ киімді көреміз. Астына қарай түсеміз. Отзыв, фото бәрін қарайсыздар. Видео бәрі бар. Астына түсесіз. Астына түскен кезде полностью фотолар болады. Оригинал деген сияқты ғой мыналар міне. Осындай жерлерде негізі кейбір товарларда жазылып тұрады вестің несі. Мына жерде қалай алу, өлшеу керек, размер қандай алу керек, соның бәрі міне сантиметрмен өлшейсіздер, қалай өлшеу керек, бәрі жазылып тұршы. Бәрі детально жазылып тұр. Осылай көресіздер. Ол үшін продавецпен сөйлесу үшін тағы да мына жердегі осы сөйлесу дегенді басып кіресіздер. Продавецпен тағы да осы Google переводчикпен сөйлесесіздер. Мына жерде переводчикпен. Осылай сөйлесесіздер. Міне уже маған робот жауап беріп жатыр. Значит, бұл робот деген сөз. Осындай болса, бұл робот жауап беріп жатыр міне. Осылай сұрап білесіздер.